Мына bu фотография ғасыр башында түсірілген фотография негізінде işlenilген картина. Обращаем внимание на картину. Алар картина, то есть подлинник шулай бит, картинаға біз аттар, кішілер, қарғалар һәм ағаштар ясай аламыз. Біздің өзіміздің художник Абдыға Бұлдыра. Мына Ижбуби ауылының бір көрініші. Женский мусульманский училище. Бұл Россияда бірінші қызлар медресесі. Ол болған Қазанда түгіл, Уфада түгіл, Оренбургта түгіл, Ижбуби ауылында. Мен ойлап тұрам, шығанақ деп источник. Ол нәрсе неге, не сәбәпле Ижбуби, әлі темір юлы Қазанға рұқсат бермегенлер ме, анда татар бик көбейіп кетмәсініп, үршіп кетмәсініп, әлі не сәбәпле ол Ижбуби? Тарихи бір бәйләнішме анда нәрсе? Біз бұл сәбәптерге экскурсия тамамлағаш тоқталармыз, чөнки бұл қатпаулы мәселе. Почему Ижбуби, почему село деген? Яр-яр, фактларына қарап. Мына бар, аның қырында, қаршында сақланған бұл қазіргіше айтсақ, мектеп директорының йорты. То есть, мұнда яшәгәнінде, ана икенче қатында Мөхлисә, Ғабдулла, Ғабайдулла бұғы, әлти әлилері. Бұл здание бар, сақланған. Ойласам да көп нәрсе бар. Мына директор ана ішіғалында қыздар мәдресесі. Не үшін мекен, өзіңіз айтыңыз әлі? Мен аны аңлай алмаймын. Аңлайсыз, чөнки қыздарға ол контроль болған. Неше көздерін тұталар? Малайлар келмейме, хулиган етмейме? Тәулік бойын текшіріп тұралар, егітлер келмейме деп. Өзіңіз айтыңыз, содан тоже наблюдать еткен. Ну, наблюдать мәсе ол директор, мүдир мәселен. Біз біраз үршіп кетірі халқыбыз. Мәшет шулайық исен бар. Бай пішінаны салдырайынды. Оларға қайда? Ғабдулла Тоқа айтқан, орыс байыса де ширка өттізді, татар байыса екінші қатын алады. Бұл орысша айтмышты исключение кімдір енді мәшет түзген? Мұхаммад пейғамбардың биографиясын үйренген бар ма, әзірек? Неше қатыны болған? Тұрып, әлі 8 қатта бір мезгіл. Бик дұрыс. Мұхаммад пейғамбардың болған қайбір мағлұматтар бойынша 8, 9, 12 һәм 15 қатыны. Аны мәселен үшіншісі бұл Ғайша, оңа күйеуге 6 yaşында, 8 yaşында. Қазіргі канунлар бойынша Мұхаммад әфәндіні мүмкін болған келішіп бүтмәді деп айтырған. Олар еткаларға. Өдіріс бұл уақыт ол исламны қабыл етмеген бола. Har теманың бар енді шынды шеттер. Har уақытның өзін канунлары болған. Так, тыңдап көшем. Директордың қыздары һәм малайлары. Тік. Аббайдулла, Мөхлисә һәм Ғабдулла Бубилар. Бұлар бүтінсі бір туған. Қаларының бірден, то есть әнелері бір. Әнесінің есімі Бәдір Банат. Тоже мұлла қызы шестаяғынан кеуге шыққан шейіне ол бірнеше тілі біле тұрған абыстай болған. То есть абыстай оқылмаған. Кеуге шыққанша оқымашты болған. Ижбубида жерленген. Бигерәктә біз көп білеміз Мөхлисә абыстай турында, һәм аның ике яқтағы старший һәм младший браттары турында. Бұл памятник, проект памятника, который должен быть установлен в селе Ижбубия. Мөхлисә, Абдулла һәм Ғабайдулла Буби эскиз эшләнде. Һәм алға табайынды, аны Ижбубида орнаштыру деген әйбер бар. Мөхлисә турында да әрімді сөйлеп тұру керек түгіл, біз аны шәккіні бойы тұңадық. Мағлұмат бек көп, һәм бардылар. Аларның қайбір шәхси әйбірлері, пенсионный книжкалары, Совет дәулеті білген справкалар, визаны әзірек құпшылық әйбірлері һәм башқа түрлі әйбірлер. Онда yazılған, он бұл революционерім deyip mesela. Совет дәулеті аны таныған. Kitaplar. Kitaplar ғадетті ол турында бір бұла, 2 бұла шылай бет. Бізде 10-ден артық китап бар. Менде мұндай бар, менен неше ел оқып тұрды мен сіздің китабыңызына. Бар шетелде шыққанлары да, міне бұл Америка қошмаштыларында шыққан китап. Бәлки енді Байден оқып шыққандыр енді рас Америкада бастырғаш.
Bu hanımның исеме Гайша. Ул ИЖБУга берничә тапкыр килгәне бар. Калифорния университеты профессоры. Южный Калифорниядан килде. Менә аның китабы «Волжский татары» дигән һәм ИЖБУ. Ул да әйтте инде булды сүз. Минем Америкадагы шәкертләрем ИЖБУ турында сездән күбрәк беләләр дип. Аннан килде Рифат Таби, Нью-Йорк технологический институт миңа визитка берип кетти, мен интервью алган идем. Күп кеше Түркиядән Надир Дәүләт килеп китте, профессор. Таби булгач Табиев булгандыр инде. Бәлки, Табиевлар Касымовский татарлар. Касым татарлар. Касым татарлар. Табиев дигән кеше бар, исегездәме? Фикрат Ахмаджанович. Минем үземнең карашым бар, ул ни шурга. Совет дәүләте. Ну, алай булса да мин бергә шаккатам. Ул 29 яшендә булган первый секретарь татарского обкома. 29 яшендә. 29 яшендә. Шәхес булган инде ул. Ну, сәләте булмаса тотмаслар бәлки. Сәләте булмаса. Шактый сүз булды шулай бит. Төркләр турында. Белә. Төркиянең милли герое Мәрьям Әхмәтҗа булган инде. Абайдулла Бабиның кызы. Бу турыда тоже нәсел дәвамчылары турында без беләбез. Так. Менә булар хәзерге фотографиялар шулай бит. Бу Габдулла Бабиның урысча әйткәндә правнуклары, студентки Петербургского университета, где учился дядя Путин и дядя Медведев. Хәзер булай туганлашып кына әйтәм инде. Президент Путиннар укыган җирдә алар укыйлар. Димәк, бу дәлилле инде аларның бик ничек башлык шуларын. Так. Киттеләр. Килделәр. Менә булар. Игътибар иткәнсездер.